Жүрек жақындығы. Әңгіме. Ұстаз өз шәкірттерінен сұрады. Неліктен адамдар жанжалдасып айқайласады? Өйткені олар өздерін ұстай алмайды, деді біреуі. Егер адам жанында тұрса, оған айқайлаудың қажеті не? Деді ұстаз. Бір-бірімен жай сөйлесуге болмай ма? Шәкірттері түрлі жауап ұсынса да, ұстаздың көңілі толмады. Ақыры ол былай деп түсіндірді. Адамдар бір-біріне көңілдері толмай, дауласқанда олардың жүректері алшақтайды. Осы қашықтықты толтыру үшін және бір-бірін есту үшін оларға айқайласуға тура келеді. Олар қатты ашуланса, қаттырақ айқайлайды. Ал адамдар бір-біріне ғашық болса қалай болады? Олар айқайламайды, керісінше жай сөйлеседі. Өйткені олардың жүректері өте жақын болғандықтан ара қашықтықта кішкентай. Олар сүйіспеншілік тереңдеген сайын сыбырласудың да қажеті болмайды. Олар бір-біріне қарағаннан-ақ сөзсіз түсініседі. Бір-бірін жақсы көретін адамдар бірге болғанда осылай болады, деді ұстаз. Сондықтан біреумен ренжіскенде өз жүректеріңе бір-бірінен алшақтауға жол бермеңдер. Бір-біріңнің араларыңды алыстататын сөздер айтпауға тырысыңдар. Өйткені арақашықтықты алыстататыны соншалықты кейін қайтуға жол таба алмайтын күн тууы әбден мүмкін. Әңгімеден қандай ой түйдіңіз? Пікір жаза кетіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз.